Сәлем достар, сіздер менен Наргиз. Бүгін мен сіздерге баялдыдан жасалған рулеттің рецептісін ұсынамын. Міндетті түрде видеоны аяғына дейін тамашалаңыздар. Қажетті құрамдар: 2 дана баялды ұзынша қылып кесіп аласыздар. Өсімдік майы, аскөк, творожный сыр, тұз, 2 жұмыртқа, 2 қызанақ, панировочный сухари және де ұн. 2 жұмыртқаны ыдысымызға саламыз. Үстінен дәміне қарай тұз себеміз және де жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін ең алдыменен баялдыды ұнда аунатамыз. Содан кейін жұмыртқада аунатамыз және де панировочный сухарида аунатамыз. Бөлек ыдысымызға саламыз. Қызып тұрған табамызға өсімдік майымызды құямыз. Баялдыларымызды салып, жақсылап қуыра бастаймыз. 2 жағынан. Майымыз қатты қайнай бастаған кезде баялдыларымызды аударамыз 2 жағына. Тағы да 2 минуттай қуырамыз. Содан кейін майын сорғытып, бөлек ыдысымызға салып шығамыз. Енді баялдының үстінен творожный сырымызды жағып шығамыз. Содан кейін аскөк саламыз, қызанақ саламыз. Жақсылап, тығыздап, орап шығамыз. Және де тұз шұқығышпенен ұстатып қоямыз. Келесін көрсетейін. Творожный сыр жағамыз. Содан кейін аскөк саламыз, қызанақ саламыз. Және де жақсылап, тығыздап орап аламыз. Тұз шұқығышпенен ұстатып қоямыз. Астарыңыздан дәмді болсын. Сіздер менен болған Наргиз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар.